қуанышын ортақтасып келгендеріңізге баршаңызға рахмет. Қазір азғантай тұсаукесер рәсімін жасаймыз. Оның алдында Асылмұрат ініме арнаған шағын ғана өзімнің жүрегімнен шыққан жыр жолдарым бар еді, соны арнағым келіпті. Ақ түйенің қарны бүгін жарылды, аған ұят жатқыратты жанымды. Асылмұрат бірге шығып қуанып, той тойлауға бәрі бүгін жиылды. 1937 жыл еді. 3 сәуір қарапайым күн еді. Аман қостай ардақтатам туылып, қуаныштан жарылды елдің жүрегі. 2020 жыл еді. 3 сәуір ерекше күн еді. Ақ папамның ізбасары дүниеге келіп, қабыл болды ел халықтың тілегі. Асылмұрат, асыл інім жүрегім, аман болсын ата-анаң тілегің, болашағың жарқын болсын, 100 жаса, шын жүректен бір өзіңе тіледім. Ақ папамның ұрпақсың жалғайтын, адал болшы жамандыққа бармайтын, келешекке нық сеніммен қадам бас, ешқашанда жаман атақ алмайтын. Енді Асылмұраттың аяғына адал болсын, ақ болсын, ешкімнің ала жібін аттамасын деп, ала жіпті байлағым кетіп тұр. Асылмұрат дейтін өзі ерекше жігіт, өйткені тие берсін ақ папаммен бірде күнде дүниеге келген. Кішкене көзімізге жас келіп жатыр, себебі осы қуанышты папам мен мамам көре алмай кетті. Көргенде ерекше мәз болып, осы тойдың төрін жарқыратып отыратын Қаз балам, қадам бассаң мәз болам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Енді тоқ ішектің үстіме жүргізіп жатырмын, тоқ болсын, бай болсын, малды болсын деп, көк шөптің үстіме жүргіземіз, көгерсін, жарқырап осындай жасылдай жайнасын, ұрпағы көп болсын, жапырағы жайылсын деп.